Әділет басқармасының есебінше қалада 933 тұрғын үй тіркелген. Бұл шамамен 80%. Тіркеуге алынбаған әлі 300-ден аса үйлер бар. Олар көбінесе Сарыарқа шағын ауданындағы апатты үйлер мен жаңа салынбаған көп қабаттылар. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінде өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды. Кондоминиум, яғни жылжымайтын мүлікті бірлесіп иелену, қолданыстағы тұрғын үй қатынастары заңы бойынша тіркеуді талап етеді. Павлодар қаласында барлығы 1308 тұрғын үй болса, олардың 933-і тіркелген. Қалғандары әлі тіркелмеген. Бұлар көбінесе тұруға жарамсыз үйлер және жаңадан салынған көп қабаттылар. Заңға қайшы келмес үшін алдағы уақытта кондоминиум нысандарды әділет органдарында тіркеу қажет. Сонымен қатар көп қабатты үйлердің жертөлесі мен шатырлары және подъездері тұрғындардың меншігі болып саналады. Сондықтан оларда тіркеу керек. Подвалда айтеге, астыңғы және төбедегі айтек шатырын және мынау подъездегі площадьтардың бәрі, оның бәрі мына үй жеке меншік иелерінің меншігі болып есептелінеді. Сондықтан да мына бұл объектілерді тіркеу меншік иелерінің өз өтінішімен жасалатын нәрсе. Барлық көп қабатты үйлердің техникалық құжаттары мен жер актілері бар. Сондықтан тұрғындар өз арасынан белсенді тобын құрып, ортадан бір басшыны сайлап, нысанды тіркеу туралы өтініш беру қажет. Есенбек Санатұлы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.